бүгін біз сіздермен шаймен эксперименттер жасайтын боламыз. Ол эксперимент жасасын, бір штук шай, оның мына жерін қиып тастаймыз. Ішіндегі шайын тәрелкеге саламыз. Енді оны ашамыз. Ашып, мынақа қойып қоямыз. Ал енді сіздермен ең қызығы болады. Қараңыздар. Стоп, қағайды. Осындай міне қызықты эксперимент болды. Ал енді келесі эксперимент істейміз. Енді екінші экспериментін жасаймыз. Ол үшін бізге бір газет, су керек. Оның үстіне газетті саламыз. Осылай. Ал енді оның үстіне скейтбордты қоямыз. Оны су көтеріп тұр. Ал енді мынандай сүйкімді қойды саламыз. Оны да көтеріп тұр. Қараңыздар. Ал енді мынандай үлкен домбыраны салып көреміз. Қандай ғажап, бұны да көтеріп тұр. Яғни судың салмағы ауырлақ деген сөз. Ал енді үшінші экспериментімізді күтіміз. Ал енді үшінші экспериментімізді жасаймыз. Ол үшін бір стакан су және де май керек. Суды жартысына дейін толтырамыз. Оның үстіне май саламыз. Қараңыздар. Су мен май араласпай жатыр. Қалай деп ойлайсыздар? Оны комментарияға жазыңыздар. Қараңыздар, оны араластырсам да, ол әлі де төбесінде тұрмай. Сау болыңыздар, және де қонышқан аламын, міндетті түрде жазыңыздар. Сау болыңыздар!